Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Нанакай каналындағы Лейла. Бұл видео дәреже туралы бірінші серия. Ең біріншіден дәреже деп нені айтамыз, қандай қателер көп кездеседі және ол неге олай? Дәрежемен жазылған есептер дәптерде көп орын алмайды. Мысал ретінде 10-ның 10-шы дәрежесін жазайық. 10-ның 10-шы дәрежесін кәдімгідей көбейту ретінде жазып шығайық. Ол үшін 10 көбейту 10 көбейту, осылай 10 рет жазамыз. 3-ші рет, 4-ші, 5-ші, көбейту 6-шысы, көбейту 7-шісі, көбейту 8-шісі, көбейту 9-шысы, көбейту 10-шысы. Яғни өйстіп дәптерде көп орын алмай ұзыннан жазып отырғанша біз оны теңдейік те 10-ның 10-шы дәрежесі деп жазайық. 10-ның 10-шы дәрежесі дегеніміз 10-ды өзіне 10 рет көбейттік дегенді білдіреді. Басқа мысал келтіретін болсам, 2-ні өзіне 4 рет көбейтейін. 2 көбейту 2, көбейту 2, көбейту 2. Бұл тең болады 2-ның 4 дәрежесіне. Мұнда 2-ні өзіне 4 рет көбейттік дегенді білдіреді. 2 дәреженің негізі, ал 4 дәреже көрсеткіші. Яғни 2-ні, мына 2 бар ғой, осы 2-ні өзіне 4 рет көбейт дегенді білдіреді. Қанша рет қайталанып тұрған 2, 1, 2, 3, 4 рет қайталанып тұр, 2. Осы 4 ретті, жаз қояйық, 4 рет қайталанды деп. 4 рет қайталанды деген сөзді міне дәреже көрсеткіші ретінде жазып қоямыз. 2-ның 4 дәрежесі деп. Енді көп кездесетін қате мынада. Мысалына 2-ның 3 дәрежесін алайық. 2-ның 3 дәрежесі басқа түспен тең болады. Көп қателес кететін жағдай 2-ні 3-ке көбейтіп қояды. Дәреженің негізіне көбейтіп қояды. Олай болмайды. Бұл дәреже дегеніміз өзіне көбейтілу деген сөз. 2-ні өзіне 3 рет көбейту деген сөз. Міне 3 рет 2 қайталанып тұр, 3 рет. Соны 2-ның 3 дәрежесі деп жаз қоям. Ал 2-ні 3-ке көбейту дегеніміз, 3-ті де басқа түспен жаз қойын бұл жерде, тең болады 2-ні өзіне 3 рет қосу дегенді білдіреді. 2 қосу 2 қосу 2. Сонымен 2-ні 3-ке көбейту дегеніміз 2-ні өзіне 3 рет қосу, яғни ол мұнда 6-ға тең. Ал 2-ның 3 дәрежесі дегеніміз 2-ні өзіне 3 рет көбейту дегенді білдіреді. 2-ні бір-біріне көбейтсек, мұнда 8 шығады. Көрдіңіздер ме, жауаптары әртүрлі. Яғни 2-ның 3 дәрежесі ол 2-ні 3-ке көбейтумен тең емес дегенді білдіреді.